Ассалаумалейкум достар. Бұл кино сатиралық триллер. Астартын қазіргі америкалық болмыс пен тарихи шындықты аша білген. Сатиралық кино түсіру нағыз өнер. Тіптен бұны қорқынышты етіп түсіру оңай емес. Бұны түсірген комик Джордан Пил Америкада нәсілшілдік жайлы айтатын және талқылайтын танымал тұлға. Өзі бұл киноға бар талантын арнады. Сценарийін жазып режиссер болды. Туындысы Get Out, жоғал. Бұл жердегі жоғал адам өз болмысын өзін өзі жоғалту мағынасында. Сатираны көретін адам бұл жерден экшен іздемеу керек. Тек астар. Бұл жердегі басты астар қандай жолмен болсын үстемдік құрғысы келетін нәсілшілдік жайлы. Мейлі ізеттілік үстемдігі болсын. Ақ нәсілді қыздың ата-анасы қоғамнан алыстау жерде, оңашада өздеріне тән дәстүр мен салтты ұстанып өмір сүреді. Және өздері тәріздес туысқандар да өте ізетті, бірақ қорқынышты. Бас кейіпкерге жылы қабақ танытқанмен қалжыңдары болсын ерсі естіледі. Құтты бас кейіпкердің жан-жағы жасандылыққа толы, торға түсіп қалған аң тәрізді. Бірақ бұл жайлы өзі де білмейді. Бұл киноны көру барысында үнемі қорқынышты сезесің. Зомби болмаса елестерден емес, сол жердегі адамдардың қылықтарынан, аяқ асты өзгеретін эмоцияларынан. Бәрі түсінікті болу үшін кішігірім спойлер. Бас кейіпкер Крис фотограф, оның Роуз атты қызы бар. Олар осы демалыста Роуздың ата-анасымен танысуға барады. Бір қызығы, олар Роуздың жігітінің қара нәсілді екенін білмейді. Сол себептен Крис барғысы келмеген. Роуздың әкесі нейрохирург, анасы психолог, өз істерінің маманы. Әңгіме барысында Кристің темекіден арыла алмай жүргенін біледі. Роуздың анасы гипноз арқылы көмектесе алатынын айтты. Бірақ ыңғайсызданған Крис бас тартты. Түнде темекі шегуге шыққан Кристі үй қызметкерлері қорқытып, темекісін де шектірмеді. Бөлмесіне қайтып бара жатқанда енесімен жолығып, сөйлесіп қалады. Гипноздың бар қырын сол кезде сезінеді. Думаешь, это твоя вина? Что ты чувствуешь? Не могу шевелиться. Не можешь. Почему? Ты парализован. Как в тот день, когда ждал маму и ничего не сделал. А сейчас ты начнешь тонуть. Стойте, нет. Тони. Келесі кадрда шошыны оянады және қызметшілерді әңгімеге тартады. Сол кезде қызметші кешегі жағдай үшін кешірім сұрады. Осыдан Кристе күмәндар басталады. Түскі асқа Роуздың туыстары келіп, Криспен танысып, құтты оны жаңа бір зат ретінде көреді. Бірақ өте мәдениетті түрде. Бұның бәрі Кристің күмәндарын арттырады. Бас қосу соңында Кристі аукцион арқылы сатып жатқан кадрларды көруге болады. Осы кезде Крис байқаусызда қызының өзге де қара нәсілді жігіттермен түскен суреттерін көріп қояды. Оның ішінде үй қызметкерлері де бар. Осыдан кейін бәрін тастап кетуге ұмтылды. Бірақ ештеңе шықпады. Роуз? Я не знаю, где они. Роуз? Роуз! Роуз, дай мне ключи! Роуз, прошу. Дай мне ключи. Роуз, живо! Дай ключи! Осторожней, брат. Ты что, сдурел? Я еще ничего не сделал. Какого черта здесь творится? Где ключи, Роуз? Ты уже понял, что я их не отдам.
Давай. Оянғанда оған бәрін түсіндірді. Трансплантации. Ну, не полная, конечно, часть твоего мозга, отвечающая за нервную систему, должна сохраниться нетронутой, чтобы не нарушить нейронные связи. Ты не исчезнешь окончательно. Вовсе нет. Твое сознание все равно останется где-то в глубинах мозга. Ты сможешь видеть и ощущать, что делает твое тело, но само существование сведется к роли пассажира. Ты станешь зрителем и будешь жить в погружении. Теперь ты в погружении. Да, так она его называет. Ну, я буду контролировать моторику и стану мной. Ты станешь мной. Осыдан кейін қызметкерлердің ерсі әрекеттері Роустың туыстарының Криске шектен тыс қызыққандары түсінікті болды. Қорытынды айта кетсек, бұл кино гипноз арқылы мәңгүрт жасау. Кешкісін ойландыратын кино көргіңіз келсе, қарап көріңіз. Келесі кездескенше.